Сәлем баршаңызға. Бүгін пирог пісіретін боламын, бірақ тәтті емес. Жаңағы брокколи мен балықтан пісіретін боламын. Мына жерде менде 300 граммын кішкене ғана разрыхлитель салдым. И тұз салам. Осындай қазықтың басымен тағы да кішкене салам. Мына жерде менде қанша 130 грамм май. Қазір осыны жақсылап араластырамын мен майды. Өстіп онымен майды жақсылап араластырып алып, мен оған бір жұмыртқа салдым. Менде 1-2 стакан не қалыпты, сметана. Қазір жетпесе 1-2 қасық сүт қосып жіберемін, жақсылап тестайлаймын. Осындай тесто дайын болды. Салмасы дайын болғанша қазір мен тоңазытқыш холодильникке салып қоямын. Бір жұмыртқа, 2 ас қасық сметана, 2 ас қасық сүт құйдым, и болды. Қазір салмасын жасайтын болам. Холодильникке наны қойып қойдым. Мына жерде брокколи 400 грамм тұз салып, қазір 2 минут қайнатып алам. Уже 1 минуттай қайнатып. Тестаны осылай жайып, қазір мына формаға салатын боламын. Осылай жайып алып, қазір вилкамен осылай кішкене кесемін да, духовкаға бір 10 минутқа салып аламын. Тестамыз 10 минут дайын болғанша бізде начинка осындай 3 жұмыртқа, мынандай қызыл балық, мынау не, сәбіз бен пияз кішкене бұлғап алдым майға, сыр, и мынандай 200 грамм сливки. Және мынандай брокколи. Суға 1-2 минут қайнатып алдым. Қазір мынаған кішкене тұз себемін да, сливкиді құйып аярластым. Жаңағы 3 жұмыртқаны мен сливкиді араластырып алдым. Енді осыған перецтердің қоспасы, көк затан, укроп, лук қоса беруге болады. Заливкамыз дайын. Жұмыртқа, сливки и кішкене укроп қостым. Осындай заливки дайын. Осылай духовкадан шығарып алдым. Бір қатар пияз, жаңағы морковь салам. Потом бір қатар балық сап шығам. Соңы брокколи, қатар-қатар бәрін қазір салып шығам. Сыр, бірінің үстіне. Ішіндегі салмасының бәрін осылай салып шықтым. Енді қазір заливканы құямыз да. Осылай үстіне әдемлеп құйып шығамыз да, 35-40 минутқа духовкаға қоятын боламын. Осылай заливкасын құйып шықтым. Енді духовкаға қоямын. Осылай пісіп шықты. 35 минут. Қазір кішкене суысын. Содан кейін кесіп көрсетемін. Осылай пирогымызды кішкене суытып алдым. Осындай болып шықты. Не керемет. Қазір кесіп көрсететін боламын сіздерге. Ортасынан. Қазір көрсететін боламын сіздерге. Осындай пирог болып шықты. Ужинға. Иісі деген енді керемет.